Мужчины, проходите, послушайте, потому что это вам нужно. Проходите. Они витамины пьют, им не надо. Нет, вам это ваше окружение, людям нужно. Саламатсыздар ма? Менің атым Алия. Мен осы компанияда екі ай іштім. 2 ай ішкеннің ішінде менде результат, мен 5 килограммға жүдедім. Одан кейінгі результаты менде денемде витилиго бар. Сол витилиго енді менікі 8-ші класстан бастап бар денемде. Бүкіл күйеуге шыққаннан кейін ол анау қан ауысқан кезде полностью денеге жайылады екен. Сол денеге жайылып кетті. Қазір осы нені ішкеннен бері менде по бокам дейді ғой, по нелерімде кішірейіп жатыр уже. И қолымда бар, қолымдағылар уже почти кетті міне. Қолымда қалған жоқ, кішкене ғана бір точка қалды, и почти бәрі бітіп кетіп жатыр. Менің результатым, одан кейінгі результат менде мына тырнағымда, мен өмір тырнағым өспейтін шығар деп ойлайтын, потому что менде уже неше жылдан бері ыстырдай, мына тырнақтарым кәдімгі көтеріледі, астынан неге барам, неше түрлі дәрі береді, бірақ ешқайсысы көмектеспейді. Осы капсула ішкеннен кейін менің тырнағым полностью өсті. Мен айтам, қашан маникюр жасайды екен деп. Енді мына 2 тырнағым шамалы қалды, бұлар да өсіп жатыр. Құда қаласа, скоро келесі айда уже маникюр жасаймын. Менде арман болып жүрген, мен қыздардың қолын көремін да, маникюр жасағаны, менде қашан маникюр болады екен деп. Потому что бір тырнағым уже өсті. Мен осы LF8-нің арқасында, в первую очередь, менде бірінші күн ішкен кезде бір түрлі андай ыстық укол салады ғой адамға, денеге ыстық укол салғандай, бүкіл дененің алақаның барлығы ысып шыға келеді. И сосын шамалы тошнить етті. Бір түрлі жүрегім айнаған сияқты болды. И артынан ыстық қандай перелив кеткеннен кейін уже өзім мен магазинде жұмыс істеймін. Тоже таңертеңнен кешке дейін жүресіз ғой, қаншама жұмыс. И шаршамайсыз. Бір главный несі шаршамай, целый день. И жұмыстан сағат 11-де келем, еще 11-ден кейін тағы да үйдің жұмысын істеймін. Еще жаңағы намазымды оқимын, сөйтіп барып жатқан кезде уже қайтадан уже таңғы не шығады. Сонымен қайтадан жұмысқа садикке, жұмысқа сонымен әше шаршамайсыз. Енді менің бірінші результатым осы жаңағы жүдегенім деймін. 5 килограммға жүдедім, 1 айдың ішінде жүдедім. А так мына мынау көйлегім уже міне. Мен вот витилиго. Енді ертең полностью кеткенге түсіріп алдым мен, до и после деп. Ертең уже полностью кеткеннен кейін уже интернетке салам. Оған шейін салған жоқпын. Но өзімде сохранен.